Махир вокзалға жүгіріп кіргенде сағат 4 болып, пойыз енді жүріп бара жатыр екен. Жүгіріп пойыздың артынан жетіп алып, Фарида отырған вагонға келіп: «Фарида, өтінем, тастап кетпеші мені, аяғыңа жығылайын, барлығын саған түсіндіріп беремін. Мен сенсіз өмір сүре алмаймын, сенсіз дем ала алмаймын» деп қанша жалынғанымен Фарида өзіне жасаған қиянаттарды есіне алып, үндемей отыра береді. Пойыз кетіп, Махир артынан қарап қалады. Тағы да көп ақпарат білу үшін Билген Илкнурдан қазбалап сұрай береді. Илкнур да «Қой, мен енді кетейін» деп ол кетіп қалады. «Менің салоныма келіңіз, шаштарыңды жөндеп берейін» дегенде Илкнур «Жоқ, керек емес, мен шашыма қарамаймын» деп кетіп қалады. Фаридамнан бір жола айрылдым-ау деп Махир скамейкада отырып жылап отқан кезде Фарида жайлап жанына келіп отырғанда Махир қарап, не жыларын, не күлерін білмей қарап қалады. «Фарида, маған берген сөздеріңді орындайсың, мені бүйтіп үмітсіз қалдырмайсың, жылатпайсың, үйтпейсің, бүйтпейсің» деп Махирға барлық шарттарын қояды. Ал Махир болса: «Жарайды, барлығын айтамын, бірақ біздің екеуміздің бірге болғанымызды білсе, анау баскесерлер екеумізді де тыныш қоймайды ғой» деп барлық жайттарды жайлап түсіндіреді. Фарида: «Жарайды, екеуміздің қайта табысқанымызды ешкімге айтпаймын, құпия ұстаймын» дейді. «Бірақ менің бір шартым бар саған, сенің көздерің менен басқа ешкімді байқамайтын болсын» деп екеуі «жарайды» деп келісіп, құшақтасып, аман-есен үйлеріне қайтып оралады. Илкнурдан барлығын біліп алғаннан кейін Махирді іздеп офисына келіп таппағаннан кейін өзінің танысына звондап, Махирдің тойында бомба жарылған кезде сол кісінің денесі табылған ба еді дейді. Өлі денесі: «Жоқ, табылған жоқ, бұғаздан тек киімдерін ғана таптық» дегенде, «Саған Махирдің не қатысы бар?» дегенде, «Бірақ жағдайлар болып жатыр, сол жағдайларға араласуым керек болып тұр» деп, «Жарайды, кездеспегелі көп болды, сені сағындым» деп телефонды қоя салады. Үйлерінің жанына келгенде Фарида: «Сен енді Билгенді көп көретін боласың ғой» деп кішкене қызғана бастайды. Сонда Махир: «Ол Билген жай шаштаразшы әйел емес, ол сол бандиттердің бірі» деп Фарида таңғалып қалады. Махир мен Фарида барлығын жаңадан бастаймыз, не істесек те бірге істейміз деп келіседі. Ясин мен Соңгүл сөйлесіп, Ясин Соңгүлге тез үйленейік, мен сені жақсы көремін, саған бәр нәрсені жасаймын, сені бақытты қыламын, сен үшін бәріне дайынмын дегенде Соңгүл келіскендей болады. Фарида мен Махир отырған кезде Махир: «Кешкісін бір жиналысымыз бар, мен кеш келемін, күтпей сен үйіңе қайта бер» дегенде Фарида: «Жоқ, мен әкеме, шешеме хабарласамын да осы жаққа келіп сені күтемін» дейді. Билген Мұратқа: «Мені апарып таста» деп жол бойы Билген өлең айтып, көңіл күйі тамаша болып кетіп бара жатады. Ясин мен Соңгүл Назип әкелердің үйіне келіп, Назип әкеге өздерінің үйленетіндерін жеткізеді. Соңгүл: «Мен көп ойландым әке, Ясинмен бірге отау құруға мен дайынмын» деп әкесіне айтқаннан кейін, әкесі кетіп қалғаннан кейін Соңгүл жылап бөлмесіне жүгіріп кетеді. Фаридаға тосын сый жасау үшін әкесі мен анасы бір өздері Анкараға кетіп қалған екен. Бірақ Фарида келмегендіктен олар күтіп не болғанын түсінбей, Фарида қоңырау шалып оларға хабарлағанда әкесі таңғалып, жынданып кетеді. Барлық баскесерлер жиналып, Мехмет Сайын мырзаның берген тапсырмасы бойынша іс атқарып бастайды. Билген кешігіп келеді. Ол жердегі Мехмет Хайдар деген бір кісіні кім өлтіреді деп жатқан кезде Билген: «Махир өлтірсін» деп барлығы қоштай кетеді. Махирдің мойнына жүктелген Хайдар Фатихты өлтіріп, сол жердегі территорияны босатып беру еді. Махир қарсылық білдірмей, келіскендей болып түр бермей отырады. Назип әкей: «Тойларыңды қашан жасайсыңдар?» дегенде Ясин: «Жаңа жылда жасайық» дейді. Ал Соңгүлдің жазда жасайық дегеніне ешкімде мән бермейді. Сөйтіп тойларын жаңа жылда жасайды. 2 ай қалып, барлығын үлгереміз ба дегенде, барлығын үлгереміз дейді Илкнур. Баскесерлердің барығы бір ауыздан шешім шығарып, Хайдар Фатихты өлтіруді Махирға тапсырады. Сөйтіп Махир оны өлтіріп, оның ауданында тұрып жатқан жерлерді босатып беруді өз мойнына алады. Сөйтіп Махир кетіп бара жатқанда Билген ізінен бірге қоса шығады. Билген Махирға: «Тоқтай тұр, екеуміздің сөйлесетін маңызды бір шаруамыз бар» дегенде Махир: «Жоқ, кетіп бара жатырмын, жолдан қаш» деп, Билген өз айтқанын істеп Махирдің машинасына отырып, бір тыныш жерге апар, айтатын құпияны басқа адамдардың естігенін қаламасаң дейді. Билген Махирға: «Мен сен туралы барлық ақиқатты білемін» дейді. «Сенің баскесерді іздеп жүргеніңді және оны біздің арамыздан іздеп жүргеніңді, Жүнейд Ямбалды өлтірмегеніңді, сенің бізге не үшін келгеніңді барлығын біліп алдым» дейді.
Орханға оның бұрынғы қызы келген екен. Жылан өлгеннен кейін барар жер басар тауы болмағаннан кейін жалғыз үміті Орхан болыпты. Орхан да оны қабылдамай, сен өз кезінде жыланды таңдағансың, оның мал-мүлкін, ақшасын, енді не үшін келдің деп оны да қуып жібереді. Билген Махир екеуі келісімге келеді. Махир Билгенге анасы туралы папкасын тауып береді, ал Билген өз білгендерін ешкімге айтпайтын болады. Соңгүл өзінің бөлмесінде Османға не деп айтамын деп оған хат жазып, оны қайтадан мұжып тастап жылап отырумен болады. Фарида болса Махирді күтіп, ол келмеген соң үйдегі жұмыстарды істеп уақытын өткере бастайды. Махир Фатих Хайдардың тұрып жатқан ауданына келсе, ол өз тұрғындарына күтіп, жерімізді, үйімізді ешкімге бермейміз, біз дес береміз, күш бірлікте деп айтып жатыр екен. Махир ана кісіні далаға алып кетіп, сіздің істеп жатқандарыңыз дұрыс, бірақ бұл іске баскесерлердің араласайын деп жатқанын сіз білесіз бе? Мені сізді өлтіруге жіберді деп жатқан кезде ана кісі айқайламақ болғанда, Махир ол кісінің аузын жауып, тыныш тұра тұрыңыз, мен сізге көмектесуге келдім, бір амалын ойлап табамыз, маған сеніңіз деп. Ал мына қыз басар жері барар тауы болмағандықтан өзінің баяғы жезөкшелер үйіне келеді, сөйтіп оны қайта қабылдайды. Орхан қызды қуып жібергеннен кейін өзін қоярға жер таппай, біресе отырып, біресе тұрып, дем жетіспей, ең соңында өкіріп жылайды.